Слушаем мою команду внимательно. После команды «Стоп» прекращаем все действия. За экипировкой суток не хватаем. Покажите красивый, честный бой. По углам. Удачи. Бауыржан Жұмағовтың нұсқамаларын алдық. Бірі муай-тай, бірі тэквондо базасының иегері. Өткен жекпе-жекте күреске көзіміз тойды. Бұл жекпе-жекте күрес аз көреміз ау деген ой бар, а? Ну, не знаю, на месте, конечно же, я об этом с тобой обсуждал. На месте Аян Турсун я бы пошел по самому безопасному пути. Все-таки самое главное защитить пояс, нежели... Мое прозвище не шоумен. Аян Турсун должен об этом думать. Көре жатармыз. Титулды айқас, 5 раунд. Аян Турсун чемпион, титулын қорғайтын болады. Алғаш рет айтпақшы, титул алғаннан кейін тек қана рейтингтік жекпе-жектер өткізген болды. Быстрая на ногах, отличный футворк у Аян Турсун всегда демонстрирует в поединках. А Фарид Абдуев все же больше тяготеет именно в такой классической работе тай-боксера, скажем так, с минимальными передвижениями на ногах, но с очень такими акцентированными ударами. Бірақ Аян мәжбүрлейді әрине қазір. Сәл ширақ қимылдауға, өткені артынан үлгеріп отыру үшін сәл жылдамырақ қимылдау керек болады. Сондай бір шахмат партиясын тамашалауымыз мүмкін біз 5 раунд бойы. Да, скорее всего, никто из спортсменов не будет рисковать почем зря, понимая. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Статус и важность поединка. Абдуева негізінен ашық ұрыстанда қатты қаша қоймайды. Керісінше, аяқтың ұшындағы ұңдап дәл осындай бір әуесқой мәнерде, ең алдымен жұдырықтасқанды құптайды. Да, в размен это стихия муай-тай, по большому счету. Именно в размене ты имеешь возможность войти в клинч, нанести локоть. Тебе необходимо просто ближняя дистанция. Аян же больше работает именно с дальней, длинными такими прямыми ударами. Әзірше өзінен ыңғайлы бір қашықтықты таба алмай жүрген сияқты болып көрінеді Фарид Абдуева. Міне жақындаса, Аян Турсун жылдам қимылдап басқа жаққа жүре бастайды. Бір орында тұрмайды, әрине, және бұл үлкен проблема негізінен. Ал Аян 5 раунд бойы былай жүре алады. Да, причем мы знаем, что футворк Аян абсолютно никак темп работы ног не уменьшается с каждым раундом. Қарсы алды бұл жерде. Абдуева да тізені дер кезде салды. Абдуеваның осындай шабуылдар өте қауіпті болады. Тіземен жол жерден салып жүру мүмкін. Аяқты да бастан Справа, кажется, достает удара. Он гол дәл тиді. Олег Жидуглы поджимает. Не деген салқынғандылық десейді. Также, да, хладнокровно. Фарида Абдуева. Что бы ни происходило в клетке, 0 эмоций. И непонятно по настрою Фариды. Она настроена или расстроена, заряжена или разряжена. Аңғару ғой не, шынымен де өте салқынғанды. Ыстыра бастады біртіндеп торға қарай қараңыздар. Мына бұрыштан шыға алмай жүр Турсун, байқадың ба? Бұрыштарды кесіп қазір. Күресіп көрмекші. Бұл белгі. Демек, жаңағы соққылар шынымен де Аянды мазалай бастады деген сөз. Ал көрек. Екеудің де күресін бір бағалап көретін мүмкіншілік. Как раз мы увидим сейчас, насколько серьезно подготовилась именно к этому поединку Фарида Абдуева. Как мы знаем, что Аян Турсун своим каждым боям усердно готовится. Пару локтей здесь было. Ондай кездерде әрине ондай мүмкіншілікті жібермейді Фарида Абдуева. Шынтақ, тізе, орта қашықтықта әрине салу өте ыңғайлы Абдуеваға. Торға тіреп ұстап тұрғаннан еш пайда жоқ.
ұмытпайық. Дайын, а? Оверхук, иә? Қарсыластың қолының үстінен салып алған, қазір аяңға кедергі. Фариданың қолы арқылы күресуге мүмкіншілік бермейді. Бір ғана ұстау әдісі арқылы қазір аяңға кедергі болып отыр. Отлично здесь было. Тағы да Дзе. Два точных удара по корпусу. Мына соққылар қазір шынымен де үлкен проблема айналуы мүмкін. Да, эти удары могут быть очень болезненными. Как раз таки. Тағы да Дзе. Екінші раундта шығу тактиканы өзгертуге тура келеді Тұрсынға. Не удается пока что оформить перевод. Только лишь контролю сетки. От чемпионки лица Аян Тұрсын. Иә, тіпті талпынып тұрған жоқ, иә. Керісінше, в контроле. Отличный бросок через бедро. Ұстайды, және раунд тұрлап алып десек те болатын шығар, иә. Думаю, да. Все-таки был прессинг, был контроль, и вот этот эпизод есть, присутствует. Поэтому от этого еще более интереснее поединок становится. Қаншалықты бейімделе алады. Күресі өтпеді. Бұны мойындайды. Тұрсын керісінше күресем деп өзі бәлеге қалды. Қазір бәлкім күрестен бас тартар. Өзінің үйреншікті классикалық мәнерінен бас тартар. Да? Керісінше баса бастады, өзінің үйреншікті мәнеріне. Контратака лоу-киками. Отдает о себе знать. Бірде бір артық қимыл жоқ. Да, обездвижить, отбить ноги, для того, чтобы так вот активно не двигалась Аян Тұрсын. Ну, Аян необходимо все-таки заходить с комбинациями. Заходить, выбрасывать и сразу же разрывать дистанцию. Одиночные все-таки удары не всегда приносят нужный результат. Так что кроме джебов мы еще не видели ничего с начала раунда от Аян. Бірақ кеңістікке ие Абдуева, көрдің бе? Аянды торға жақын жүріп, қайта-қайта міне оңды солды қимылдап жүрді. Слева, кажется, здесь попала. Өтті, иә. Сол қолмен дәл соққа көрдік. Оңарамастан Тұрсын тағы күресіп көрмекші. Көрейік бұдан не шығады? Абдуева өте жинақы. Тұрсынның ойлағанын барлығын көріп, біліп, сезіп тұр. Десек те болатын шығар. Тамаша. Жамбасқа тіреді аяқты. Болмады. Бұған да жауап таба алды. Абдуева. Отлично равновесие демонстрирует здесь Фарида Абдуева. Удается. Тейкдаун мақсаты емес шығар Тұрсын үшін. Қалай ойлайсың? Қарсыласты қорғаттырып. Контроль ради контроля, я здесь не совсем понимаю. Нагрузки как-то не грузит Аян своим весом Фариду, чтобы она енді бағалайтын басқа ештеңе болмаған кезде сен осыны бағалауыңа тура келеді. Я не помню, зачем две ноги подняла, Фарида, для чего? Просто понятно. Енді соншалықты басынғаны ма? Аянды, міне мен керек болса екі-екі отыра аламын деген сияқты. Бірақ тейкдаун бар, көрдің бе? Тейкдаунның жалғасы болмады. Тейкдаун не үшін жасалады? Қарсыласты құлатып, партерде қадағалау үшін. Партерде біз ары қарай шабуыл көрген жоқпыз. Ұстап қала алмады Тұрсын қарсыласын. Ну и, возможно, Бауыржану Жұманову необходимо уже вмешаться, потому что активности мало, честно сказать. Тағы да екеуі алма кезек. Земен шабуылдап отыр. Басқа ұратын мүмкіншілік, соққы жасайтын мүмкіншілік жоқ. Тек қана Земен соққы бұл жерде. Тамаша. Тағы да екі аяққа тұрып көрмекші болды бұл Фарида Абдуева. Тағы да сол тейкдаунды қайталап көретін түрі бар қазір Абдуева. Аянды сәл артқа шегінуге, жамбасын сәл артқа тартуға мәжбүрлемекші. Я так понимаю, здесь Тұрсын все-таки ждет возможности для перевода. Так или иначе, под конец раунда очень нужно будет тейкдаун. Не, көрдің бе? Бір раунд бойы бізде ешқандай бір экшн болған жоқ. Тек қана осыны бағалауға мәжбүрсің.
шығарып алды және тамаша. Ұстап қалады ма енді? Қарсыласын партерде, Тұрсынның өзі бұған дайын болмаған сияқты, е? Даже пытается забрать спину. Тамаша. Алуға мүмкіншілік бар. Уақыт жеткілікті ғой. Уақыт бар. 1 минутта біраз шаруатындыруға болады. Ал көрейік, қазір Аян Тұрсын керісінше өзі қарсыласынан бұлға жақын қалды. Позициялық күрес бұл жерде. Екінші аяқты салуға тырысады әрине, толықтай позицияны нығайтуға тырысады. Аяқ ұзын шыны керек. Бұл жерде Абдуев аяқ ұзындығын жақсы қолданып отыр. Тамаша, торыстауға болмайды әрине. Рефери дер кезінде ескерту беріп отыр. Тамаша. Тағы да бірнеше ауыр соққы жасауға мүмкіншілік. Близится к завершению второй раунд. Ну и снова у нас смазалась концовка, да? Енді Абдуев әлдеқайда қауіпті көрінді шыны керек. Бэкмаунт полноценный. Уақыт жетпейді. Пытается стрясти, но да, на стороне порядке. Бұл өте маңызды. Бұл жерде жанкүйер отады. Аяқты осып көреді. Аян Тұрсын. Жағдай қиын екен түсінгеннен кейін. Сәл белсенді қимылдай бастаған сияқты. Тұрсын Абдуев әрине дағдыланып алған, әбден күтеді. Қарсыласының шабуылдарын және қарымта шабуыл жасайды. Не аяқ, не оң қол. Көп жүріп қалды. 1 минуттай уақыт қазір сондай бір керемет шабуылдар көрген жоқпыз. Да, ничего не было. Тағы да қыстыра бастады. Разрез здесь попыталась пробить. Абдуева. Тұрсын бұл тұста. Оң қолмен сәл жонып өтсе де соққы тиді. Бірақ бұндай мәнерде кіріп шығып жұдырықтасу қаншалықты нәтиже. Әзірше нәтиже жоқ дегенмен де тең шығар. Алыстан және тізе. Жақындай кетсе бірден жауапсыз қайтармайды, Фарида Абдуева. Да, работает только лишь вторым номером. Фарида вот вроде бы как давит, но не атакует, обратите внимание. Как только лишь начинается действие со стороны Тұрсын, тут же... Өзі ұмтылды міне. Вот, нервы сдали, по всей видимости, у Фариды. Өзі күресіп көрмекші енді. Үшінші раундтан бала қарай шынымен де қазір сәл тактикасын өзгертейін дегенде шығар. Ну, третий раунд такой будет переломный в этом поединке, уж точно. Күресте басымдылық бар екен сезгеннен кейін өзі күресіп көретінде шығар тіпті. Абдуева. Тамаша. Ұстап қала алмады. Разворачивает Аян. Шынтақпен соққы жасайым деп, көңілін соққы аударып міне қазір позицияға ие бола алмады. Біраз ұстайды енді бұл жерде Аян Тұрсын. Кстати, только сейчас вспомнил, что разница между Абдуевой и Тұрсын 10 лет. 20 лет Фариде и 30 лет Аян Тұрсын. Так что опыта у Аян очень много. В любительском спорте сколько лет выступал. Әлі. И совмещает, продолжает совмещать, выступать. И в профи. Міне, қарсыласты торға тіреді, бірақ сондай бір қауіпті шабуылдар бар деп айта алмайсыз. Тамаша. Абдуева барлық шабуылдарына төтеп бере алды қазір. Будет ли снова сейчас подхват или бросок через бедро от Фариды Абдуевой? Әзірше тек даудың есі шықпайды енді шыны керек.
Аянның тіпті ондай мақсаты жоқ сияқты, бір жағынан алып қарайтын болсаң. Тейкдаун жасау деген ой жоқ сияқты. Тек қана. Дзе тағы да дер кезінде салынған Абдуева. Дзе екеуі де дзе алмасын берді. Бұндай ашық ұрыстарда Абдуеваның мысы басым. Ол өзін өте жақсы сезінеді. Особенно в клинче. Ходить в тайский клинч с базовым тай-боксером, ну... Идея онша емес десейші. Изначально так себе идея. Жақсы ой деп айту деген біле, шынымен де. Но разменялись ударами. Здесь стоит отметить, были отличные моменты и у Аяны, и у Фариды. Кейді және Дзе, міне. Аян тұрсын бұл жерде. 20 секунд до окончания третьего раунда. Бірден екі Дзе. Абдуева қапы қалмайды. Желкеден ұстайды, бірден бір-екі Дзе салып үлгереді. Тым алыстан Аянның барлық шабуылдары көрініп тұр. Абдуева қорған алды. Сөзінің жаны бар. Екеуі де бұл раундтың маңыздылығын түсініп отыр. Бірден ұмтылды алға. Абдуева. Тағы да қараш, қарсыласына келіп төніп тұрады. Абдуева бірақ өзі шабуылдамайды. Отличная двойка залетела от Аян. Абдуева есе қайтаруға ұмтылды. Да, не против сразу вернуть пропущенный удар. Енді шамамен осылай жүре берсе, аяқтың ұшында жеңіл. Кірет, бір-екі соққы шығып кетеді. Да, о чем я говорил в начале поединка. Быстрые входы, быстрые выходы. Просто нужна серийная работа. Беріп кетті шабуылға тұрсын. Және клинч басталады. Дземен атқылау бұл жерде. Абдуевадан бір аяқтан алды, көрейік. Бір зерлетті. Толықтай тейкдаун дей алмайсың, бірақ. Қарсыласты бір зерлетіп үлгерді. Аян тұрсын. Пытается перевести. Бірақ өте қарапайым дүниелерді жасайды. Қолтықтың астына салады, қолды жоғары көтереді, болды. Қауіп сейіледі. Ал көрейік, мына жерден тейкдаун жасауға болады. Белсенділік жоқ, қазір Бауыржан Жұмановты тоқтатпастауы мүмкін. Екеуін ортаға шақыруы мүмкін. Тағы да позиция алмасы міне. Екінші қолтықтың астына салды, Тұрсын. Оказалось, голова без защиты, пропустила 2 удара подряд, причем. Аян. Абдуева негізі соққы жасайтын позиция жақсы тудыра алады, байқадың ба? В любой позиции выбрасывает, наносит удары. Это вот, значит, трансформация из ММА, из тай-боксеров в ММА прошла правильно. То есть в любой ситуации необходимо наносить удары. Создавать этот опасный момент. Тамаша, тағы да бүйірден соққы. 2 колена в корпус и тейкдаун бар, ұстап қала алмады. Не удалось удержать. Тейкдаун, бірақ 2 минут уақыт. Ошибка всего поединка. Аян Тұрсын, ну здесь подвернулся очень здорово, на самом деле, Фарида. Здесь даже не больше ошибка, больше вот именно работа Фариды. Қарымта әдіс, қазір full mount, жағдай қиын. Позицияны жақсы алған. Фариданың аяқтарына назар аудаңыздар. Қазір Аянның аяғын жақсы іліп алған. Өте қиын жағдай. Бірақ соққы жасауға әзірше позиция бір мүмкіншілік жоқ. Біртіндеп кеңістік алады. А может и не надо даже наносить удары вот в этой позиции, потому что времени мало. Можно, более говоришь, контроль нужен здесь. Да. Қатты бір асығып жатқан Фаридан көріп тұрған жоқпыз. Да. Өте салқынғанды бұл жерде ары қарай.
қысым көрсетуді жалғастырады. Міне енді соққы жасаудың амалы. Аян өте белсенді. Түсініп отыр, қандай жағдайға тап болған. Минута остается до окончания 4-го раунда. Шынтақ, тағы да. Міне, аяқтарын жақсы ұрып алған қарсыластың. Ұзыннан жатыр қазір. Аян Тұрсын қорғану өте қиын бұл жерде. Да, растянула здесь ногами. Естественно, Абдуеваның өзі де сәл белін түзеп шабуыл жасай алмайды бұл жерде. Не самые, конечно, акцентированные удары, но... Енді көрдің бе, позицияны нық ұстау үшін құрбан етуің керек. Ауыр соққылармен. Егер ауыр соққы жасайды деп қазір аяғын жиып отырса, онда локоть опасный очень был, 12-6. Аян аударып жіберу мүмкін. Бұл раунд енді сөзсіз Абдуеванікі. Ай-яй-яй, поворачивается здесь спиной. Өте қауіпті. Попытается стряхнуть, по всей видимости. Аян встает на ноги и... Жоқ, раунд аяқталды. Ал кеттік. 5-ші раунд. Дәл осы раундта барлығы шешілетін болады. Кейбір раундтар бағалауға қиын, кейбір раундтарда басымдылық бар. Бірден алға ұмтылды. Сценарий қайталанып отыр. Қарсыласына төніп тұрған Абдуева алға ұмтылды қазір. 5-ші раунд қазір. Өте қарқынды басталып отыр. В 5-м раунде для... Ну, понимает, важно все-таки. И до конца, опять-таки, непонятно. Сейчас одна малейшая ошибка. Кто-то потеряет позицию, как это было в предыдущем раунде, и все. Раунд кто-то забрал, украл, смазал. Поэтому вот этот контроль у сетки, он как таковой не нужен, по всей видимости. Зені тағы да салып үйгерді бұл жерде Абдуева. Все-таки стоит, наверное, искать успеха в стойке, потому что неплохо получалось у Аян комбинациями залетать. Тамаша, аяқтан алды, бірақ білмеймін. 4 раунд бойы бір аяқтан ұстап тейкдаун жасаған емес тұрсын. Оның өзінде де әлі де жалғастырып жатыр. Ну, даже если мы вспомним вот успешные тейкдауны, контроля ведь не было. Ары қарай. Так для чего они здесь нужны? Тейкдаунның жалғасы жоқ. Ой-ой-ой-ой-ой! Застояла здесь Аян. Салды. Абдуева бірнеше ауыр соққыны. Екеуі бір мезетте тигізгенде Абдуеваның соққылары сәл ауыр көрінеді. Вкладывается в удары. Ал көрек, 3 минуттай уақыт бар. Причем Фарида периодически меняет стойки, обратил внимание. Это тоже, по всей видимости, сбивает с толку Аян. То в правосторонней, то в левосторонней стойке работает претендентка. По всей видимости, нацелен на удар по печени. Раз смена стойки идет, чтобы с левой ноги пробить. Тұрсынның шабуылдар көрініп қалып жатыр. Тым алыстан жасайды. Ыңғайлы қашықтық жоқ. Өзінің ыңғайлы қашықтыққа жақындаса бірден Абдуеваның шабуылдарын ұрынады. В разрез. Тағы да. Соққы сол қолмен қайталанып отыр. Кезекті клинч. Жібермейді. Клинчтен 1-2 тізесі жібермейді. Апперкот. Это стихия Фариды Абдуева. На самом деле. Бірақ баста соққан жоқ Аян. Байқасаң, клинчте тұрып соққан алмасып жатыр. Өкфист. Көріп тұр Абдуева барлығында. Өзінің ыңғайлы қашықтықты 2-ші раундтан былай қарай тауып алды. Соққы алмасу тағы да. Аяқпен соққы аз, шынымен де қазір Аянға қателестен аяқпен соққы жасады. Кеңес беріп жатыр. Аяқпен соққыларды көп қолданған жоқ бұл жекпе-жекте. Тұрсын. Төніп тұрады қайта. Фарида.
Бұл керек бұл тұста. Тут непонятно, потерял равновесие вследствие пропущенного удара, либо же толчок произошел. Мойындалды ма екен? Жоқ. Схватила. Толқындыру әдісі жоқ, бұл жерде қауіп жоқ. Тек қана, қарсыласының арқасына өту, бірақ бұдан пайда шығады. Көрейік. Убирает спину, минута остается. Ал. Тегдеуін жасайдың әлде? Жоқ, Земен соққы жасауды жөн көрген екен. Еш қиындықсыз Абдуева қарсыласына қарай бұрыла алды. 40 секунд. Бұл жекпе-жекте ең жиі қайталанған позиция деп болатын шығар, иә. Тұрсын қарсыласын қорға тіреп. Земен соққыларды қоса бастады. Абдуева қарымта шабуыл жасаудың амалын бұлтып тұр бұл жерде. Последние секунды этого поединка. Екі аяқтан бірдей қағып тұрды. Түсірмекші болды. Райгоши. Әдісі. Фарида Абдуеваның орындауында. Тоқты жүзеге асқан жоқ. Соңғы секундтар өте қарқынды, өте белсенді. Екеуі де барын салды. Аян Тұрсын соңғы секундтарда. Болды, жекпе-жек аяқталды. Дамы и господа, спасибо спортсменкам за этот красивый поединок. По итогам 5 раундов раздельным решением судей победу одержала Фарида Абдуева! Фарида Абдуева, құрмет көрмен, октагон